тарапынан 4 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның ішінде 3 мемлекеттік қызмет үкіметтің веб-порталы арқылы көрсетілсе, 1 мемлекеттік қызмет мемлекеттік органның қағаз түрінде қабылданады. Веб-порталы арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер, атап айтқанда, олар ауыл шаруашылығы және жол құрылыс техникаларын тіркеу және есептен шығару, мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 1 жұмыс күні, яғни мемлекеттік қызмет алу үшін ауыл шаруашылығы және жол құрылыс техникаларын сатып алу келісім шарты, мемлекеттік техникалық паспорты және салық кодексіне сәйкес баж алымдарының төлем түбіртектері. Екінші мемлекеттік қызмет ауыл шаруашылығы және жол құрылыс техникаларын басқару құқығына тракторист машинист куәлігін беру, мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 2 жұмыс күні үшін, мемлекеттік қызмет алу үшін ауыл шаруашылығы және жол құрылыс техникаларын оқыған жөнінде куәлік свидетельство және салық кодексіне сәйкес баж алымдарын төленген түбіртек және 3/4 сурет. Үшінші мемлекеттік қызмет ауыл шаруашылығы және жол құрылыс техникаларын жыл сайынғы техникалық байқаудан өткізу, мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 15 жұмыс күні үшін, қажетті құжаттар ауыл шаруашылығы және жол құрылыс техникаларының техникалық паспорты. Және соңғы мемлекеттік қызмет ол жергілікті атқарушы органнан қағаз түрінде қабылданатын, ол ауыл шаруашылығы және жол құрылыс техникаларын кепіл шартын тіркеу, мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 2 жұмыс күні үшін, мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті құжаттар, ауыл шаруашылығы және жол құрылыс техникаларын кепіл шарты және салық кодексіне сәйкес баж алымдарын төленген түбіртек.